Қайырлы күн достар, бүгін біз хит болған муравейник десертін жасаймыз. Алдымен майымызды ерітіп аламыз, кейін үстінен қант саламыз. Ешқандай миксерсіз венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз толығымен ерігеннен кейін үстінен 20% қаймақ және ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Противенге пергамент қағазын төсейміз. Межелі уақыт өткеннен кейін қамырды тоңазытқыштан шығарып 2-3 бөлікке бөліп, күштің үлкен тесігінен өткізе отырып, противенге бір келке етіп орналастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутта қоңырқай сарғыш түске енгенше пісіріп аламыз. Пісіп шыққан өнімнің қатты үлкен кесектерін қолмен сәл ғана үгітеміз. Алдын ала жуылып, пеште кептірілген грек жаңғағын және қайнатылған сүтті қосып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп, 2-3 бөлікке бөліп, целлофандарға орналастырамыз. Үлкен түйіршіктерін оқтаудың көмегімен ұсатып, 5-6 мм қалыңдықты әр түрлі формада шаршылар жасаймыз. Дайын муравейникті тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып қоямыз. Целлофандарға салынып формаға келтірілген дайын муравейникті тоңазытқышта 1,5-2 ай сақтауға болады. Тоңазытқыштан шыққан муравейникті целлофаннан ажыратып, өзіңіздің фантазияңызға қарай әдемілеп кесіп, тарелкаға орналастырамыз. Әдемілік үшін бетінен мак себуге болады. Кез келген уақытта тоңазытқыштан шығарып, дәмділеп шай ішуге таптырмас десерт. Астарыңыз дәмді болсын.